Барлықтарыңызға сәлем достар, сенімен бірге қайта қауышқан мен Айжан, және де бүгінгі видеоны мен өзімнің апаларыммен түсіріп жатырмын. Мен Аружан Миро. Мен Ақтілек. Және де бүгінгі біздің видеомыз болды болмады. Бүгінгі біздің ойынымыздың сұрақтарын сіздер маған инстаграмда қойған болатынсыздар, және де біз қатысуяқтан таңдап жауап беретін боламыз. Ал ендеше Бірінші сұрақ, үйде бірдеңе бүлдірген кез. Болды. Смотря не бүлдірген кез. Ну, мысалы бір түсіндіріп аласың. иә. Ондайлар көп болады ғой. Соны айтамын. Келесі сұрақ, сабақтан қашқаныңыз болды ма? Менде болды. Қашан қашып жүрсің сабақтан? Мен студент кезде қаштым. Иә, мен де студент кезде. Мектеп кезде қашпайсың. Иә, мектеп кезде қашпайсың, бірақ группамен кәдімгі қашқанбыз. Мектеп кезде қашып. Біраз қаштық кіші. Неге? Кейбір сабақтар қатысып білмеген. Келесі сұрақ, саған біреу пранк жасады ма және қалай жасады? Менде болмады. Жай, просто жазады. Не, WhatsApp-пен ба бір жаққа жазады, өтірік бірдеңе айтады, сосын, бұл пранк дейді болды. Сондай Өте қызық екен. енді сондай қаналар болды деп все. Так, шашыңды өзің қиып тастаған кезің болды ма? Болмады. Менде болмады. Менде болған жоқ. Мен жақында ғана типа челка сияқты алдыңғы шаштарды, ұзын шашты бүйтіп мына жерден қидым. Сәл болды. Әпкеңізбен қатты ренжіскен кезіңіз болды ма? Мына шыбын. Ондай болмады. Болған жоқ ешкімде. Біз ренжіспейміз, біз тату отбасымыз. 5 минуттан кейін ұмытып кетесің ғой, не істеп қалсаң? Иә. Сөйлесесің бе? Бір нәрсе пісіріп, ойдағыдай шықпаған болды ма? Иә, болды. Мың рет болған Менде шығар болды. Мен вообще бірден пісіремін ба не? Тамақ істеген кездері Болған шығар? көбіне. Бірақ мен өте сирек тамақ пісіремін. Өте ұзақ уақыт видео жасадың, бірақ оны еш жерге салмадың. Мен көп видео түсірмеймін, сондықтан менде болмады. Болды. Ұнамай қалады соңында, сосын салмай қоясың, сосын бүкіл еңбегің, уақытың бәрі босамыз кетеді. Маған ұнамаса да мен салып тастай беремін ғой. Мен андай немін ғой, перфекционистпін, бір жері ұнамай қалдым, болды түсірмеймін. Айжан сондай. Қайта түсіремін, қайта монтаждаймын. Сабақта ұйықтап апайдан ұрыс естіп көрдіңіздер ме? Және маған сәлем жолдайсыздар ма? Сәлем, Ақ Макош. Сәлем. Так, менде болды. Бірақ қатты ұрыс естіген жоқ, бірақ сабақта ұйықтап қалған кездер. Неге ұйықтап жүрсің сабақта? Сабақта ұйықтап қалған кездер болды. Ұйықтаған жоқпын, ұйықтай алмайды екен сабақта. Мен де сабақта ұйықтай алмаймын. Ол шу болып жатқан жерде ұйқы вообще жоқ. Сол ғой. Сәлем, мектепке сөмкеңізді ұмытып барған кезіңіз болды ма? Болмады, ондай білмеймін. Қалай ұмытып барған? Адамдар болып тұр осында. Иттен қашқан кезің дейді. Менде болды, менде фобия иттен, сондықтан Менде болған жоқ. Мен білмеймін, болды ма, болмады, болған сияқты вроде. Мен қорқам кәдімгі иттен, сондықтан. Мен қорқам, бірақ ондай болған жоқ әйтеуір. Мен ауылда қашқан ғой. Болмаған сияқты. Көктем кезінде далада балшыққа құлаған болды ма? Прям жақында ғана болды. Айтып бер. Короче, біздер походқа шығамыз, мен достармен, сосын сестрам бар, Дана деген. Барлығымыз Астанада походқа шығамыз да. Машинамен келе жатқанда біздің машинамыз тұрып қалады балшыққа. Потом біздер машинадан шығып, кішкене былай артына итеріп, сөйтіп не істегіміз келеді да. И қараңғы болады далада. Потом мен шыққан кезде сразу аламда балшыққа полностью батып кетем ғой, ана жерде аяғымен, курткам, бүкіл үстім бәрі балшыққа кіреді. Сосын мені машинаға кіргізгісі келген жоқ, уже балшық болған сосын. Но мен бәрібір кірдім машина. Сосын ана машинаның іші бәрі балшық болды, короче, маған до сих пор сол туралы айтады ғой. Келесіде кіргізбейміз енді. Менде болды. Бастауыш класс оқып жүрген кезде сабақтан келе жатқанда құлап түстім балшыққа. Болмаған сияқты мен. Әнші болғыңыз келген кез. Үйде бәріміз әншіміз ғой. Мен болғым келеді. Болмайды. Мен қазір да болғым келеді. Әнші дегенде мен өзімнің әнімді шығарғым келеді. Сосын клип түсіріп, концерт беріп. Бейонсе сияқты жүрсен да, сценада. Дженнифер Лопес болып. Келесі сұрақ. Көшеге онша емес киіммен шығып, таныстардың бәрін көрген кез. Менде осы баяғыда мың рет болатын осы. Сол. Мың рет. Маған даже помню, бір рет одноклассникім фу, мамбетка деп айтқан кез. Бірақ ол мен кішкентай кезімде болды, это бір 11 жасында ма, сондай да болды. Хотя сол кездің өзінде мен одноклассниктер мықты қарайтын киімге. Вот, сол
сондай моменттер ұнамайтын, а так былай нормально. көп адамда болатын сияқты прям. Мусорға шығып бара жатқанда дейсің ғой. Бір рет деген не машинадан бірдеңе алу керек болды да. Мен шорты кидім. Білмеген кезде кішкене салқын болды. Мен шорты кидім. Мен үйдегі футболка. Кешіріңіздер. Футболка, шорты кидім. И сыртынан, короче, пальтоны кие салдым. Но пальто ұзын ғой. И прикинь, как вообще капец, еще бүкіл адамдарды көре бастайсың. Түнде ұйқысырап сөйлеу немесе жүріп кету. Ондай болған жоқ. Былай ұйқысырағанда, былай кішкене сөйлесіп шығарым. Бұрында арайым болып айтатын, сөйлейсің деп былай жүріп кету жоқ. Менде бір-екі рет болды, сөйлегенім болды. Андай прям қатты сөйлемейсің ғой, кішкене бір-екі сөз айтып па. Білмеймін, маған сөйтіп айтатын. Кішкентай кезіңде әпкеңнің немесе анаңның киімін киіп алған кезің болды. Кішкентай кезің емес, қазірдің өзінде киесің ғой. Мен Ақлектікінде кием, Маржандікінде кием, керек болса мамаңдікінде Маған, кием. пожалуйста, директке жазбаңдар, Айжанның киімін киіп алыпсың ғой деп. Потому что ол киімдер бәріміз кие береміз. В основном Айжан біздікін киеді, біз Айжандікін емес. Маған да кие жазатын ше бұрында деген. Айжанның киімі ғой. Маған еще андай жазады ғой. Сен Айжан киімін сосып тастайсың. Фу, гигиена қайда. На самом деле ол біздікі. Иә, на самом деле ол менің киімім. Онда тұрған не бар? Мысалға, иә. Әпкелі сіңілердің арасында ол. Апам ондан кие берем. Қатты бір не сияқты. Түсімде құлап бара жатып, оянып кетіп, диваннан құлап жатқан кезім деді. Ой, болды. Шошып оянасың ғой, сосын. Ұнамайды маған сондай. Иә. Прям қорқынышты. Жыртық киім кигенің деді. Ондай болмады. Айжанда болды? Не ғой, рваный джинсы бір кезде мода болды ғой менде. Вот жыртық киім ғой. Ну ладно, онда менде де болды. Мен киген жоқпын. Күшті болды ма? Әлі ұнайтын рваный джинсы. Конкурста жеңгенім болды ма? Болған жоқ ондай. Болған жоқ, еще қатыспаймын конкурстарға. Мен де қатыспаймын. Бірнеше жыл бұрын қатысып жүрдім. Сосын бір екеуінен ұттым. Там пицца, суши, бірдеңе дегендерге. Жаңа киім алып, оны бүлдіріп алған кез. Болды. Қалай? Мен бір су шашып кетті ма, бір өтеген сондай бір не болды. Машинамен кетеді да, прям су шашып кетеді, бір шашып тұрамыз. Мен алдыңғы жылы килоты сатып алдым, новыйдан. Сосын оны бірінші рет, ең бірінші күні кием да. Үйге келе жатқан кезде шалынып құлап қалам. Сосын ана жыртылып кетеді ғой, мықты жыртылып. Одан кейін оны тік қойғаннан кейін кие алмайсың ғой, батыс шығып кетеді. Вот, одан кейін, кстати, мен одан кейін вообще киген жоқпын, даже үйге де кимеймін. Көрдім мен. Сабақ екен деп, ерте тұрсаң, сөйтсең демалыс екен. Иә, болды. Бұрын мектепте болатын осындай жағдайлар. Өте жаман сезім. Инстаға или ютубқа ұзақ қылып видео түсіріп, ол ұнамай салғың келмей қалған кезде. Алдыңғы сұрақ ұқсайды, Иә, ұқсайды екен. Ну, енді бұл сұрақ екеумізге қатысты сияқты. Болды, болмады. Достар, айтпақшы, мен жаңа монтаж жасап отырып, осы видеоның байқағаным, біз соңын түсіруге ұмытып кетіппіз. Сол себепті мына жақта Ақтілек екеуміз отырмыз. Айтайын дегенім, менің жаңа инстаграмым, мен жаңадан аккаунт аштым. Егер де әлі түсінбей жатсаңыз, неге ашқанымды, осыдан алдында салған видеом бар инстаграм жайлы, өте маңызды деген, соны көріңіздер. И оның астында менің инстаграмыма не болды деген тағы да бір видео бар, оны да көріңіздер, егер де толықтай түсінбей жатсаңыз. Қазіргі Айжанның аккаунты Miss Айжан KZ. Вот, тіркеліңіздер, сіздерді сол жақта күтемін. Міндетті түрде осы видеоға лайк басып кетіңіздер, комментарий жазыңыздар, егер де комментарий ашық болса. Сіздерге видео қалай менің апаларыммен түсірген. Аружан қазірдің қол бос емес, сосын ғой. Вот. Егер де көбірек осындай видеоларды қаласаңыздар, көбірек влог қаласаңыздар, комментарий жазыңыздар, және де міндетті түрде менің каналыма тіркеліңіздер. Жақсы, сау болыңыздар, келесі көріскенше. Сау болыңыздар, келесі көріскенше.